32 жастағы афроамерикандық жалғызбасты анамын. Нью-Йоркте тұрамын. Балалық шағым өте ауыр өтті. Ата-анам нашақор болды. Үйде болмайтын. Мен жетімдер үйінде өстім. 15 жасымда эмансипация алып, көшеде қалдым. Ол кезде үйсіз, оның үстіне жүкті болдым да. Бірден жалғызбастыға айналдым. Сол қиындықтарға, депрессияға, үмітсіздікке қарамастан мектепті ерте бітірдім. Жұмыс істедім. Кәсіби колледжге ақшамды салдым. Қатты еңбек етіп, табандылықпен сертификаттар алдым да 19 жасында карьерамды бастадым. Артқа қараған емеспін. 3 жыл бұрын қаржылық еркіндікке жеттім және бұл мені одан ары қарай шабыттандырады. Мен біздің әулетіміздегі алғашқы бай адаммын. Бұған өте мақтанамын. Басымнан неше түрлі қиындықты өткергенде тек жалғыз ұлым болды. Бірақ барлық қиындықтарға қарамастан алға ұмтылдым. 2019 жылдың 16 шілдесінде түнгі 12:15-те 32 жасымда 13 жылдық тәжірибеден кейін жас өспірім ұлыммен көптеген дұғаларымен менің таза капиталым $103,408 болды. Бұл жинақ инвестициялық портфель және зейнетақыдан тұрады. Мен 45 жасымда толық зейнетке шығамын. Құдай қаласа, инвестициялық портфелімде $1,000,000 тұратын болады. Бұл бөліскім келгені. Артық сұрақ қоймаңыздар. Негатив іздемеңіздер. Мақсатым мүмкіндігі аз, жағдайы қиын адамдарға мотивация беру. Қысқасы, ешкім менің осы қиындықтан шығатыныма сенген жоқ. Бірақ мен шықтым. Қазір $100,000 астам жинағым бар. Бірінші қосымша. Кейбіреулер тым агрессивті пікір жазып жатыр. Ха-ха. Бірақ мені бұлай сындыра алмайсыңдар. Мен ондай ортадан шықтым. Өзімнің де, өзгелердің де лас жағдайларын 13 жылдан бері көріп келемін. Сондықтан сөздерің ауыр тимейді. Екінші қосымша. Егер басқа ештеңе істемесем де 45 жасымда жылына $50,000 толық зейнетақым мен медициналық сақтандыруым болады. Үшінші қосымша. $1,000,000 біреуге көп, біреуге аз. Маған бұл жай ғана мақсат. Келесі 14 жылда жылына $20-30,000 инвестициялаймын. Биылдың өзінде $26,000 салып үлгердім. Бұрын табысымның 70%-ын жинайтынмын. Қазір 50%-дан астам сақтап отырамын. Бұл жарыс емес. Бесінші қосымша. Мен фельдшер, қосымша тазалықшы болып жұмыс істеймін. Қазіргі жұмысымда шектеусіз қосымша уақыт бар. Әріптестерімнің кейбірі негізгі жалақысынан 2 есе көп табады. Алтыншы қосымша. Нью-Йоркте жылына $30,000 өмір. Қалғанның барлығы инвестициялаймын. Құдай қорғап тұр. Мен дұрыс мамандық таңдадым. Медицина ешқашан тоқтамайды. Әсіресе Нью-Йоркте. Мен қара нәсілдімін. Істеп жүрген ісіме мақтанамын. Тоқтамаймын. Жетінші қосымша. Әлеуметтік желілер туралы айтпаймын. Бірақ бәріне жауап жазып жатырмын. Сіздердің көбілеріңізге рахмет. Сендер кереметсіңдер. Сіз тек банк шотыңызға ақша жинап, әдемі сүріп қана қоймай, ұлыңызға да мүлде басқа жол таңдауға көмектестіңіз. Сіз жалғыз өзіңіз бірнеше ұрпаққа жалғасар кедейлікті үздіңіз. Осындай жетістіктермен көп адам мақтана алмайды деп ойлаймын. Сіз керемет жансыз. Бізбен жаңалықтарыңызды жиірек бөлісіп тұрсаңыз екен деймін. Үлкен рахмет сізге. Менің ата-анам маған 1 цент те қалдырмады. Барлығын өзім істедім. Және әулетімізде ең бірінші және жалғыз жетістікке жеткен жалғыз адаммын. Ешкім күтпеді және сенбеді. Ең алдымен бәріне рахмет. Депрессия мені талай рет құздың шетіне жеткізді. Тіпті өз-өзіме қол жұмсау ойларына дейін жеткізді. Біреу менен мотивацияны қалай сақтайтынымды және қиындықпен күресіп жүргендерге қандай кеңес бере алатынымды сұрады. Менің кеңесім: бүкіл қиыншылық тек уақытша. Тез беріле салып және өмірді бос өткізуге де болады. Немесе жан аямай күресуге де болады. Таңдау тек өздеріңізде. Мені табысқа жеткізген зат ол, осындай өмірге үйреніп кетем бе деген қорқыныш. Балалық шағымда адамдар мені әрдайым оқушы қыз деп көретін, сондықтан қатты қысым жасамайтын. Жас өспірім кезімде олардың шыдамы азайып, жас қыз көруге тиіс емес сұмдықтарды көре бастадым. Кейін өсе келе түсінгенім, шыдап жүре берсем ол өмірге де үйреніп кетемін деп ойладым. Сол ауданнан көшіп кеткенім мен үшін жақсы шешім болды. Жағдай тез өрбіді. Өзін өзі сақтау инстинктімен қорқыныш қосылып, қол жұмсауға жол сілтеді. Ондай кезде адам кез келген құтқару қайығына жармасады. Тіпті қасқыр қойдың терісін жамылып тұрса да. Дүние дауылы басылғанда мен баспанасыз, жүкті әрі кедей болып қалдым. Ұлым менің өмірімді құтқарды. Мен онымен ата-ана маған жасағанды жасамаймын деп шештім. Олар аудан менталитетіне беріліп, нашақорлық, зорлық-зомбылық, кедейлік, өсек-аян, жұмыссыздық, жәрдемақыға тәуелділік, ашу мен енжарлыққа бой алдырды. Ал өз балдарын зар еңіреткен дауыстар да олардың жанында қалған кішкене мейірімін оята алмады. Осы нәрсе мені жетістікке жетеледі. Мен тірі жүрген талай өлі жандарды көрдім. Жүріп тұрып
демалып жүргенімен ішінде өліп кеткендерді және мен оларға қосылғым да өз баламның ата-анасының сондайға айналғанын көргенін де қаламадым. Сол себепті соңғы күшімді жинап өміріммен тепкілестім, айқастым, тартым, итердім, тырнадым, берілмедім. Жылдар өткен соң ғана айналамдағы адамдар енді сенің өміріңді ешкім тартып алмайды, ол сенікі, қашуды қоя беруге болады деді. Шынымды айтсам, мен әлі де қашуды қойған жоқ сияқтымын. Қазір тек жай ғана жеңіл жүгіріп, кейде раушандардың иісін сезуге аялдаймын.